Сәлем барлығына, сен біргемен Сау Абди. Бүгінгі видеода мен Америкаға алғаш келген кезде қандай жұмыстарды істедім, тізімдері бойынша, уақыты бойынша жұмыс іздеу процесі қалай болды, Америкада алғаш келгендегі болады бір ощущение соларменен. Содан кейін жалпы жұмысқа байланысты өмір қалай болды, сол жөнінде бұл видеода айтып беремін. Мүмкін сіздерге қызық болады деген ойдамын. Америкаға алғаш келген уақытта менің қалтамда $1400 ақша болатын. Сағат 11-лерде самолеттен түссем, кешкі сағат 8-де мен қалтамда уже $900 ақша қалды. Там пәтерге төледік, метро карточка, там сим-карта, 2 кішігірім там продукт алғашқы кезге деген алғаннан кейін солай қалды $900. Поэтому еще пәтердің иесі келесі айда там 13-не осы уақытта там тағы да төлейсің, күтемін сол деп айтқаннан кейін уже Америкада жалпы өмір жүрудің өзі ақша. Сол себепті жұмысқа тұру керек деген секілді алғашқы ой кәдімгі уже осознанно келе бастады. Сол себепті уже жұмыстарды қарастыра бастадық. Менің қасымда Қазақстаннан келген тағы да бір кісі болды. Ол да дәл сол менен бір күн алдын келіп, дәл сол квартираға сол күні орналасқан болатын. Сосын ертесіне сол кісі там объявленияларды қарап жатып маған кеттік бірге жұмыс іздейік, сен де жұмыс іздеп жатқан болатын болсаң деді, и біз жұмыс істеуге жалпы кірістік. Мен жалпы Америкадағы ең алғашқы жұмысымды ресторанға, Бруклинде ресторанға кіріп, там посудомойщик болып бастап, кейін помощник повар болып істегенмін деп айтамын. Дегенімен, бұл жұмысты мен уже полноценно ұзақ уақыт бойы жұмыс жасадым. Апта сайын жалақы алып деген секілді. Оған дейін бір-екі жерде бір-екі күннен жұмыс жасаған кездерім бар. Ол жөнінде де айтқанмын. Соған кішігірім бір тоқталып өткім келіп жатыр. Қалай болды жалпы бұл процестің барлығы. Америкаға келгеннен кейін ертесіне біз уже жалпы қаланы аралауға шығып, объявленияларды қарап, жұмыстарды қарастырып сөйтіп жүрдік. Сөйтіп алғашқы сол кісі, Қазақстаннан келген кісінің ұсынған жұмысы бойынша біз мувингке жұмысқа шықтық. Яғни бірінші Америкада бір күн істеген жұмысыма алған табысым деп айтсақ болады, осы мувинг жұмыстан болды. Мувинг дегеніміз ол пәтерлерді көшіреді. Бір пәтерден бәрін разбирать етіп салып, келесі пәтерге апарып, там құрап шығару, барлығын сөйтіп орналастырып беру. Міне осындай жұмыс болды. Мен ол жұмыста ровно 2 рет шықтым. Жұмысқа бірінші күні шықтық, жұмыс өте ауыр болды, қатты шаршадым. Сол бірінші жұмыстан кейін мен ойыма 2 нәрсе келді. Ең бірінші нәрсе, Америкада жалпы жұмыс өте көп екен. Бұл уайымдайтын, жұмыс табуым керек, қиналып қаламын деген секілді ой, жай ғана ой екен ол, қорқатын еш нәрсесі жоқ. Келесі айға дейін 100%-на өзімнің там пәтеріме төлеу керек, тамағым бар, басқа да расходтардың бәрін жеп-жеңіл шығарып ала саламын деген ол бірінші ой. Екінші ой, мувинг жұмыс, ауыр жұмыс, жалпы грузчик жұмыс ол менікі емес екен деген. Себебі сол күні кешке жақын келген уақытта денем бәрі ауырып, ауыр жұмыс істегеннен сөйтіп жатты. Бірақ мувингке екінші рет тағы да шығуға тура келді. Қателеспесем бір 3-4 күннен кейін ба, сол кісі бізде жұмысқа адам керек болып жатыр, адам таппай жатыр дегеннен кейін мен сол жұмысқа қайтадан бардым. Мувингке ол жерде біз Бруклиннан Нью-Джерси деген бар, Нью-Йорктың қасындағы тоже штаттық қала, сол қалаға көшірген болатынбыз. Сол кезде тағы да бір ой келді Нью-Джерсиға, алғаш рет Нью-Йорктан басқа қалаға барған уақытта Америкада. Міне қандай американдық өмірлер, міне қандай американның үйлері деген секілді сонда бір пейзаж, картина, үйлерді көрген уақытта, үйдің ішін, бүкіл нәрсені бір атмосфераны сезінген уақытта ішімде өте қатты бір мотивация пайда болды. Міне настоящий өмір, міне не деген әдемі өмір. Қазақстанда да әдемі үйлер бар, әдемі зәулім $1 миллион салған күшті райондары мен Алматы, Астана, бүкіл қалаларда көруге болады. Бірақ Америкадағы ол
бір простой район, бірақ соның өзінің бір пейзажы, бүкіл үйлесімділігі, олардың заводың жоқта, әдемі газон, пешеходный тротуар, одан кейін жолдар, талдар, бүкіл нәрсенің барлығы. Кейінгі уақыттар мен жүрген уақытта өзіме ұнайтын, өзіме қолайлы жұмыстарды, тек қана сондай объявленияларды іздеуге кірістім. Сол объявлениялардың бірінде мен бір стрит арт деп жазылатын бір компанияның шығарған объявлениесін оқып қалдым. Ол жерде орысша объявление жазылған. Ол жерде көшеде спрей болады, сондай менен сурет салып сататын. И ондай әлі күнге дейін бар. Ол кездерде өте қатты популярны болып жататын. Сол жұмысқа звондап, олар мені шақырды, барлығын түсіндірген болатын. Обучение бір 2-3 күндей болды, одан көп болған жоқ. Бір сағаттан сурет салу өте оп-оңай екен. Особо қатты бір нәрсенің қажеттілігі жоқ. Сол стрит пейнт деп жазатын болса, YouTube-та видеолар өте көп, көруге болады. 3 күндей бір үйренуге кететін болса, бір күн мен ровно көшеге шығып істеп көрдім. Тележкаменен, суреттерменен неғылып. Ол жерде сен суреттерді саласын моментально, бір 5 минуттай уақыт кетеді сурет салуға. И адамдар, туристер өте көп, миллиондаған туристер, бәрі сен қоршап қарап тұрады. И сосын сурет сатып алады. И сен жұмыс беруші бастығыменен 50-50 бөлісесің. Там суретті $20 сатсаң, $10 сенікі, $10 сол жұмыс берушіге бересің. Бір күнде шықтым, и ол көшеге шыққан уақытта өте қатты қысылдым. Сол бір күні өте қатты ұялдым. Бір 2 суреттей саттым да, одан кейін кетіп қалдым ол жерден жұмысқа. И бұл жұмыс маған емес екен деп айтып түсіндіріп. Келесі жұмыстардың бірі уже міне мен бір күні видеоблог түсіріп жатып, сол Бруклинде Кони Айленд, бич, Брайтон бич, сол пляждың бойыменен кетіп бара жатып, қарным ашып, бір ұйғырлардың рестораны бар, соны көріп қалдым. Ол жерге әжетханаға барғым келді, бірақ сыртына кірсем, қарасам, объявление тұр екен, жұмысқа аламыз деген. Сөйтіп сол жерге кіріп, өзім жұмыс істегім келетіндігін түсіндіріп, сол жерде жұмыс жасадым. Шамамен ол жерде бір 2,5 айда жұмыс жасадым. Бір 2 аптадай посудомойщик болып жұмыс жасадым, кейін помощник повары болып. Міне содан бастап жалпылама айта аламын, Америкадағы алғашқы бір жұмыстарым басталды деп. Одан кейінгі жұмыс, ресторандардағы жұмыс өте қатты ұнамады. Қазір ойланып отыратын болсам, бірден бір себебінің бірі, мен ол ұйғыр ресторанда жұмыс жасап жатып, ешқандай ағылшын тілін үйренбей жатқандығымды түсіндім. Азан сағат 11-ден түнгі сағат 12-ге дейін жұмыс жасау, сабаққа да уақыт бөле алмайсың. Және де ағылшындармен ешқандай контакт, общение жоқ. Мен өте қатты ағылшын тілін меңгергім келді. Америкада ағылшын тілін білу өте көп деген мүмкіншіліктер беретіндігін сол кезде түсіндім. Содан бастап ол жұмыстан жалпы кеттім. Келесі жұмыс істеген, ол свободный график жұмыс істеген уақытта мен көшеде реклама тарататын. Ол там листовкалар, визитный карточкалар, сол бір компаниялар неғылады, хабарласады, и көшеде тұрып, там сол визиткалар тарататын сондай жұмысқа. Сағатына ол кезде төмендеу, енді ол кезде төмендеу төлейтін, бірақ ең жақсысы буквально мен өз уақытымды жалпы полный планировать ете алатын едім. Жұмысқа кез келген уақытта шығып, нақты сағатын алуға болатын. Сол кезден бастап ағылшын тілі курстарына жазыла бастадым, қаланы көбірек изучать ете бастадым деген секілді сол. Ол жұмыстан кейінгі келесі жұмысым ресторанда, басқа бір ресторанда, тоже сол Брайтон бичте посудомойщик болып кірдім. Ол посудомойщиктің жұмысы банкетный ресторан, банкетный типтегі ресторан болғаннан кейін, обедтен кейін жиналатын, и түнгі сағатқа дейін істейтін. Обедке дейін менде қол бос болғандықтан мен сабағыма бара алатын едім. Содан кейін сол жұмыс жасадым. Кейін курстарды оқып жүріп, менде бір өте қатты бір көп ақша тапқым келіп, полноценный жұмысқа көңіл бөлу туралы ой келді. Бір жарты жылдай көңіл бөлейін, курстарды тоқтата тұрайын. Себебі өте қатты көп ақша тапқым келді сол. Сөйтіп мен
сол ресторанның астындағы бейкери болатын, кондитерский цех, сол жерде жұмыс жасадым. Ол жерде шамамен 9 айдай жұмыс жасадым. Азан сағат 7-ден бастап и түнгі сағат 11-ге дейін сөйтіп жұмыс жасайтын едім, 10-ға дейін. И сол кезде өте көп былай ақша таба бастадым. Ол жұмысты істеп жатып, қомақты қаржы пайда болған уақытта, жақсы жерден пәтер жалдаған уақытта тұрып, сол әптен уже американ системаға, зарплатаға, бүкіл нәрсеге үйреніп, менде қайтадан оқуды қатты қолыма алғым келді. Сол себепті ол жұмыстан кетуге тура келді. Мен посудомойщик болып басқа бір ресторанға жұмысқа кірдім. Сөйтіп ол жерде жұмыс обедкі сағат 2-ден кейін болатын, и обедке дейін мен сабағымен оқи алатын, сабаққа бара алатынына мүмкіншілік болды. Сөйтіп мен уже сол жерде біраз жұмыс жасадым. Шамамен 1 жылдай, қателеспесем солай. Кейін ол посудомойщик жұмыстан шықтым. Кейін кетеринг компанияда жұмыс жасадым. Кетеринг компанияда жұмыс жасағандығым ең бір күшті. Енді ресторанда посудомойщик жұмысқанда ол жалақы өте жақсы төлейді. Сен азаннан кешке дейін бір стойкада тұрып, бір кухняның ішінде тұрып, ары кетсе там холодильникке барып келіп, сондай бір жұмыс болатын. И сол жерде өте көп уақыт өтетін. Ал енді кетеринг жұмысқа шыққан уақытта бүкіл Нью-Йорк штатында өте көптеген ресторан, гольф клубтар, өте көп пансионаттар, сондай нәрселер көп, отельдер. И кетеринг компания әрқайсынан заказ алады, біз әр күні әртүрлі объекттерге баратын едік. Сол кезде жалпы бүкіл Нью-Йорк штатының бәрін, бүкіл Нью-Йорк штатының ресторандарын, гольф клубтарын барлығында әртүрлі позицияларда официант болып, басбой болып, бармен, хостес болып, дормен болып, бүкіл позицияларда жұмыс жасап шықтым. И ол маған өте қатты ағылшын тілін меңгеруге, жалпы бүкіл американдықтардың культурасын, жалпы той жасаудың, арзан тойлардан бастап $1 миллион Coldplay деген әнші бар, танымал, біз бір той Ахика Кастелда жасаған бір тойда сол Coldplay келген болатын вертолетпенен. Ол жұмыстармен қатар дополнительно ресторанда посудомойщик болып жұмыс жасаған уақытта ақша жинап, мен айтқан сол жерде мен там компьютер, там сублимационный принтерлар, там печатный установкалар, алғашқы 3D принтер шығып жатқан уақытта сол алғашқы 3D принтерларды алып, үйде отырып, қолым бос кезде қазақтардың группасына кружка, футболкалар, брелоктар, там магнитиктер, сондай әртүрлі нәрселер жалпы печатты етіп үйден жасап, сөйтіп сататын едім. $20, $10 әртүрлі дополнительно подработка ретінде жұмыстан келген уақытта бір күніге 2-3 сағат бөліп. И кейін уақыт өте дополнительно зарплатаға да жұмыс жасап жүрдім. И кейін кетеринге жұмыстан кетіп, мен өзімнің уже фото бизнес бойынша ашқан уақытта 2 ресторан алып, сол 2 ресторанның арасында суретке түсіріп жатып, мен уже полноценно өзімнің жалпы бизнестермен айналыса бастадым. Сол міне осындай ең алғашқы жалпы бизнеске дейінгі жұмыстардың барлығы процестері қалай болды, міне приблизительно осылай болды. Енді бұл факторден мен не айта аламын сіздерге? Менің бойдақ болды, ол кезде бойдақ болдым. Одан кейін бір ақша табуға деген бір целенаправленно Қазақстаннан келетін кезде көп ақша табу басқа да секілді бір алдыма қатты мақсат қойып келген жоқпын. Менің основной бір жизненный лайфстайл, өмір сүру, көру, просто чилить етіп, рахаттанып, солай бір өз-өзімді табу деген секілді сондай нәрсе болды. Ақша бір второстепенно болатын. Кейде ақша первостепенно болып ауысатын и полноценно жұмысқа включаться ететін кездер болатын. Көп кісілерге Америка келгісі келетін айтатындығым, өздеріңізге де келіп, келгендегідей мен секілді бір жұмыстарды ауыстырып, мынандай жұмыста істеп, мынандай бір опыт іздеу, басқа да нәрсе қызық емес, сіздерге көп ақша тапқыларыңыз келетін болса, онда қандай жұмыс істеймін, ол жұмыста қандай жалақы болады, қанша сағат мен жұмысқа бөле аламын, қалай мен бүкіл тамаққа, пәтерге, басқа да нәрселерге қаржыларды
ұйымдастырып оларды үнемдей алам деген секілді сұрақтарды Қазақстанда отырып уже шешіп алуға болады. Ал егер де сіздер тек қана опыт көру, әр жерлерде істеп көру, өмір сүру, содан кейін барып өз-өзіңді табу деген секілді вопрос қызықтыратын болса, онда сол жолменен баруға болады. Мына осындай. Достар, видео ұнаған болатын болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған мен, Сайлау Абди. Сау болыңыздар.